Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бір керемет стратегия түрін көрсеткім келіп отыр. Бұл әрине ордер блок арқылы жұмыс жасайтын стратегия түрі. Сіздер менің нақты жұмыс жасайтын стратегиям емес бұл. Әрине сразу айтып кетейін, сіздер менің нақты 70-90% аралығында жұмыс жасайтын стратегия түрім бар. Сол стратегияларды алу үшін видеоны соңына шейін қараңыздар. Бірінші осы стратегияны мен сіздерге үйретіп кетейін. Бұл ордер блок арқылы жұмыс жасайды әрине. Ең бірінші біз бағаны өстіп жылжып, восходящий трендпен жылжып, осы аймақтан тен қалдырып кетіп, астыға қарай түсіп, осы жақтан ордер блок қалдырып кетіп, үстіге қарай көтеріліп, тоже осы жерден де ордер блок қалдырып кетіп, осы ликвидность шешіп, баға осы жақтан түсетін болса, және де коррекция арқылы түсетін болса, кішігірім қозғалыстармен ордер блокты жарып өтіп кететін болса, және де үстінде байсайт ликвидность қалдырып кетсе, осы жерлерде адамдардың қойылған стоп лоссы болады. Және де осы жер бос болып есептеліп қалады. Өйткені трендтің кішігірім өзгеруі болды міне. Ордер блокты жарып кетті, және де сол ең астыңғы ордер блокқа келсе, сол ордер блокты жара алмай, реакция болмай, үстіге қарай көтеріліп, астыға қарай қайттан түсіп, үстіге қарай көтерілсе, осы жерлерден подтверждение арқылы біз ең үстіңгі ликвидностьқа шейін таргет жасаймыз. То есть өзіміздің сделкамызды қарастырамыз. Сіздерге бұл стратегия 60-80% аралығында жұмыс істейді. Және де менің бұл нақты 3 стратегиям емес. Нақты 3 стратегиямды қалай аласыздар сіздер? Сіздер менің TikTok профиліме кіресіздер. TikTok профилімде менің Telegram каналым тұр. Telegram каналыма тіркеліп аласыздар. Не болмаса Telegram каналыма кіріп маған жазсаңыздар, TikToктан келдім деп жазсаңыздар, мен сіздерге бар жоғы 1500 теңгеге 30 сабағы бар. Және де сол 30 сабақтың артында менің 3 стратегиям бар. Каналда мен сіздерге 1500 теңгеге беретін боламын. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жаза кетіп, маған тіркеле кетіңіздер. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.